Сәлем достар, YouTube каналымдағы. Бүгін біз үй жағдайында нан пісіреміз. Қазақи нан. Екіншіден осылай шымшыма істегем. Онша әдемі болып шықпай шықты. Керегі бізге 200 грамм сүт. Үйлеріңізде май, қойылған қаймағы болса, осылай сал жерсеңіздер болады. Нандарыңыз әдемі жұмсақ болып шығады. Тұзымды салып жылытып алдым. Ұнымды електен өткізіп дайындап қойдым. Дрож оған керегі. Ұнымды, дрожымды салып, қазір біріктіріп аламыз, жақсылап. Жұмсақ қамыр қылып илеп шығамыз. Илеп болғаннан кейін осылай кішкене май құйып болғаннан кейін де кішкене илеп аламыз. Қолдарыңызға жабыспай әдемі жұмсақ қамыр болып шығады. Көтерілгенде де әдемі болып көтеріледі, жылтырап. Неге қамырымыз бірігіп әдемі болып дайын болды. Енді жылы жерге көтерілуге қоямыз. Пакет кигізіп, мен осылай пакет кигізіп, үстіне жылы орамал жауып, жылы жерге көтерілуге қоямын. Қамырым дайын болыпты, көтеріліп. Енді көтерілген қамырымызды алып, суалаларға бөліп шығамыз. Менен осы 3 суала болып шықты. 3 суаламыз дайындап болған соң, тағы 10-15 минутке тындырып қоямыз. Он 15 минут өткеннен кейін тынған қамырымыздың біреуін алып, осылай нан күлше қылып жайып шығамыз. Духовкамызды қыздырып аламыз алдын ала. Кейін күлшемізді салып, 5 минутке тапаның өзінде бетін жауып демалтырып аламыз. Мен үй жағдайында осылай вилкамен сәндеп шықтым. Бетіне ештеңе жақпаймын. Осылай нағыз үйдің наны болуы үшін бетіне ештеңе жақпаймын. Пісіп шыққаннан кейін кішкене су сеуіп қоям. Соның өзі жетерлік. Міне дайын болды қамырым, нанымыз. Сіздерге де кеңес берем. Лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.